Саламатсыздар ма? 8-ші сынып оқушылары физика пәнінен 3-ші тоқсан бойынша алынатын жиынтық бағалаудың жалпы нұсқасын бірге талдайтын боламыз. Оқушылар егер қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, және осы физика пәнінен бөлек алгебра, геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп, қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 7 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 25-ке тең. Ал енді бірінші тапсырмасы ток көздерінің түрлерін сәйкестендіріңіз. Оқушылар мұнда мінекей ток көздері берілген, ал мұнда мінекей суреттері берілген екен. Ең біріншісі мінекей гальвани элементі, мінекей мынау бізде гальвани элементі, аккумулятор, мінекей мынау бізде аккумулятор, электрофор машинасы, фотоэлемент. Енді соңғысы термопара, мінекей мынау бізде термопара. Келесі тапсырмада оқушылар кернеу, ток күші және уақыт берілген екен. Бізге токтың қуатын және жасалған жұмысын есептеу қажет екен. Оқушылар 2 минутта 120 секунд бар. Тапсырмасы бойынша қуатты есептейміз. Қуатты табу үшін ток күші мен кернеуді көбейтеміз. Ал мұнда бізде жұмысты есептеу керек. Жұмысты табу үшін ток үшін кернеуді және уақытты көбейтеміз. Енді тапсырмасы бойынша қуат тең болады. Ток күші бізде 2 амперге тең. Ал кернеу 220 вольтқа тең. Екеуін көбейтетін болсақ 440 ватт болады. Енді жұмысты табу үшін 2 амперді көбейтеміз 220 вольтқа, көбейтеміз 120 секундқа. Сонда мұнда 440 болады. 440-ты 120-ға көбейтетін болсақ 52.800 болады. Келесі 3-ші тапсырмада схемада 4 электр шамы қосылған электр тізбегі берілген, параллель жалғанған шамдарды анықтаңыз дейді. Оқушылар, мінекей бізде 1 мен 4 бір-біріне тізбекте жалғанған, ал мұндағы мінекей 2 мен 3 параллель жалғанған. Демек, мінекей тек 2 және 3-ші шамдар. Нұсқасы дұрыс жауап болады. Ал бысында кернеу 120 вольт, R1 мен R4 5 омға тең, R2 мен R3 4 омға тең шамдардың ток күші қаншаға тең болады? Оқушылар, ток күшін табу үшін Ом заңының формуласын қолданамыз. Яғни кернеуді бөлеміз кедергіге. Мұнда бізде кедергі мінекей R1, R4 тізбекте жалғанған. Ең алдымен соны қосамыз. R1 мен R4 екеуінің мәндері 5 омға тең. Және ол тең болады 10-ға. Ал R2 мен R3 екеуі параллель жалғанған. Параллель жалғау кезде R2 мен R3-ті көбейтеміз де олардың қосындысына бөлеміз. Төртке көбейтеміз 4-ті бөлеміз олардың қосындысына. 16 болады, көбейтсе қоссақ 8 болады, бөлетін болсақ 2 болады. Енді осыларды қосамыз, жалпысын табу үшін R1 мен 4-ті қосамыз R2 3-ке. 10-ға қосамыз 2-ні, сонда тең болады 12-ге. Оқушылар, мұнда бізде жалпы кедергі деп алайық. Енді ток күшін табайық. Кернеуді кедергіге бөлеміз деп айттық. Кернеу бізде 120-ға тең, ал кедергісі 12 омға тең. Екеуін бір-біріне бөлетін болсақ 10 ампер болады екен.
Келесі тапсырмада оқушылар тогы бар шарғының магнит өрісінің күш сызықтары дұрыс көрсетілген суретті көрсетіңдер дегенде оқушылар бірінші суретті таңдаймыз. 5-ші тапсырмада мұнда бізде ұзындық берілген, ауданы берілген, ток күші және меншікті кедергісі берілген екен, бізге табу керек кернеуді. Оқушылар мұндағы 1 километрді 1000 метр деп аламыз. 1 миллиметр квадратты миллионға бөлсек болады, немесе оның -6 дәрежесін тіркеп алсақ болады. -6 дәрежесі метр квадрат. Бізге табу керек кернеуді, ол үшін Ом заңының формуласын түрлендіріп аламыз. Осы формуладан кернеуді табу үшін ток күші мен кедергіні көбейтеміз. Бізде ток күші бар, кедергіні табу үшін меншікті кедергіні көбейтеміз. Өткізгіштің ұзындығына бөлеміз көлденең қимасының ауданына. Енді осы кедергіні есептеп алайық. Тең болады, бізде меншікті кедергі 2,8 көбейтеміз 10-ның -8 дәрежесін. Ұзындығы 1000 метр, ал ауданы 10-ның -6 дәрежесі. Мұнда оқушылар бізде -8 дәреже, мұнда 3 дәреже, -6 дәреже, -8 плюс 3 -5 болады. Мұндағы -6-ны азайтсақ екеуі плюс болып кетеді, сонда плюс 1 дәреже болады. Сонда мұндағы 2,8-ге көбейтеміз 10-ды, сонда 28 болады. Енді кернеу тең болады ток күші мен кедергінің көбейтіндісіне. Ток күші бізде 2 ампер, ал кедергі 28. Екеуін көбейтсек 56 вольт болады екен. Келесі тапсырмасы тұрақты магниттердің қолданылу салаларына жататынын табыңыз. Оқушылар біз тұрақты магниттерді радиомикрофонда, трансформаторда және магнитофондарда қолданамыз. Соңғы тапсырмасы асында бойынан ток өтіп жатқан жіңішке жіпке ілінген дөңгелек өткізгішке магнитті солтүстік полюсімен жақындатты. Мұндағы суретке қараймыз. Өткізгіш оған тартылды. Өткізгіштегі токтың бағыты қандай дейді. Оқушылар өткізгіштегі токтың бағыты теріс болады. Келесі Б тапсырмада суретте А суретінде тізбек ажыратылған. Мынау бізде А суреті, мынау А суреті. Егер тізбекті тұйықтағанда магнит тілшесі бағыты өзгертілген, сипаттама беріңіз дейді. Оқушылар сипаттама беретін болсақ, осылай жасақ болады. Магнит тілшесі электр тогы бар өткізгіш маңайында магнит өрісінің бар екендігін көрсетеді. Оқушылар 7 тапсырма бойынша қандай да бір сұрақтарың болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.